қазақ халқы әруаққа әсте жеңіл қарамаған. Яғни ол бөлді, өлді, қалды деп түсінбейді. Керісінше олардың өз әлемі бар екенін, яғни әруақтар әлемі бар екенін, ғайып әлем олардың бізден де жоғарғы тылсым әлемде екенін түсінген қазақ халқы әрқашанда өмірден өткен ата бабасын еске алып отырады. Бұрын қазақ даласында өліп тірілген адамдар көп болатын, яғни ана дүниеге барып саяхат жасап қайтып келетін адамдар өте көп. Сол үшін де қазақ халқы адам өмірден өткеннен кейін 3 күн бойы оны күтеді. 3 күннен кейін егер оянбайтын болса, жер қойнына табыстаған болатын. Осындай бір кезеңдерде өте қызықты жағдай болған. Шынымен де адамдар біраз уақыт ұйқыға кеткеннен кейін оянған сәтінде ана дүниені баяндайтын. Сондай бір кезеңдерде бір әйел адам ол дүниеге барып келіпті. Сонымен бүкіл өзінің өмірден өткен ауылдастарын көреді ғой. Сонымен бір ер адам өмірден өткенде аяғына тар аяқ киім киіп жүріпті да. Сонымен аяғым қысады деп айтқан екен. Ой, не үшін қысады аяғың деген ғой, енді кеңінен алсайшы дегенде, жоқ, осы мен өмірден өткенде кигізген аяқ киімдерің осы болатын, содан аяғым қысып жүр деген екен. Сонымен жаңа оянғаннан кейін тура соның бала шағасынан сұрайды ғой, сендердің әкелерің аяқтары қысып жүр екен, не үшін олай болып жүр деп. Сендер осы анау адамды өмірден өткеннен жуындырады ғой. Сол кезде аяғын жуған адамға аяқ киім беріп бердіңдер, сол кісіден сұраңдар, қандай аяқ киім бердіңдер және оны киіп жүр ма деп. Барып сұраса, ана кісі айтады дейді, иә, ол аяқ киімдерің маған кішкентай болып қалды, сендер менің размерімді сұрамағансыңдар, содан ол киілмей тұр деген ғой, мен кисем қысты деген. Сонымен мә деп қайтадан өзіне дәл размердегі аяқ киім алып беріпті. Сөйтсе қазақтың жаңағы жуындырғанда беретін, басына түскен, денесіне түскен, аяғына түскен адамдарға беретін дүниенің өзі тектен текке болмай тұр ғой. Содан бір адам, сол ауылдасы тағы ер адам екен, киім жоқ дейді, үстінде бидаймен денесін қайта бидаймен сүртіп отыр дейді. Яғни бидайды өзіне қарай төгіп, арлы-берлі төгіп отыр дейді, ұялады дейді денесінен. Сонымен бұл кісі неге өйтіп отыр десе, мен денем сол бидаймен келді деген ғой, бидаймен келді деп. Киім жоқ деп айтқан ғой. Сонымен оның бала шағасынан сұраса, иә, сол әкеміз өмірден өткен кезде қолымызда ештеңе жоқ, ана кісілерге беретін сол бидайымыз бар, бір мөшек бидай бергенбіз деп айтқан ғой. Бастан аяқ түскен адамдарға бір мөшек бидай үлестіргенбіз деп. Сонымен жоқ, сендер онда киім беріңдер ол кісілерге деген. Сонымен шынымен де әкелерінің әруағына арнап қайтадан Құран оқытып киім үлестірген екен. Сонымен қазақтың әрбір салтының, оның ырым тиымының қазіргі заманда айтатындай, ой, жай ғана ырым-жырым ғой, әйтеуір бұрынғылардың істеп кеткен бір болмайтын ісі деп қарауға болмайды екен. Оның әрбірінің өз мән мағынасы бар көрінеді.